Бізде жақсылық дегенде әркім әртүрлі түсінеді. Жақсы нәрсені. Бір-бірімізге жақсылық қыламыз әрине, жақсы амал істеу керек дейміз. Бірақ олар бөлінеді. Бірақ жақсылықтың қайсысы жақсы, үлкен деңгейде, үлкен сауап болатындығы жайында Алла Субханаху ва Тағала Бақара сүресінің 177 аятында біздерге хабарын берді. Және осы жақсы амалды іске асырған адамдарды Алла Тағала аяттың соңында «Ва улаика хумул муттақун» деді. Нағыз тақуалар солар деді. Қазір айтылатын амалдар бар, сол амалды істеген адамдар жақсы амал істеді деп айта аламыз дейді. Нағыз жақсы амал істегендер, ізгі амал істегендер солар деді. Және сонымен бірге сол амалды іске асырған адамдарды тақуа адамдар деп айтамыз деді. Ва улаика хумул муттақун. Еврей халқы, олар Ақса мешітінің күн батыс жағына қарап құлшылық жасайды. Христиандар керісінше Ақса мешітінің Құдыс мешіті, Ақсада Құдыс мешіті, Ақса мешітінің шығысқа қарай құлшылық жасайды. Және олар өздерінің жасап жатқан сол амалдарын асыра сілтеумен жеткізгілер келеді. Ең жақсы жол біздікі, міне біз жаққа қарап құлшылық жасаңдар деп өздерінің сол сөздерін көп айтқан, соларға жауап ретінде бәлкім жақсылық ол емес дейді. Аятта аузу биллахи минаш шайтанир ражим лайсал бирру ан туаллу вужухакум қибалал машриқ вал мағриб. Жүздеріңді христиандар секілді шығысқа қаратып, еврейлер секілді батысқа қарап жүзденіп тұруларыңды ол жақсылық емес дейді Алла Тағала. Олар секілді осындай батысқа немесе шығысқа қарап жүздеріңді қаратып қойып, осылай тұрғандарың жақсылық емес дейді. Ол үлкен сауапқа алып баратын амал емес. Жақсы амал дегеніміз не дейді? Алла Субханаху ва Тағала осы аятта бізге көрсетті. Валакинал бирра. Жақсылық деген мынандай болады дейді. Ман амана биллахи. Біріншісі Аллаға иман келтіргендер жақсы амал істеді дейді. Біріншісі Аллаға иман келтіргендер. Демек, олар Аллаға иман келтірмейінше жүздерін шығысқа қарата ма, батысқа қаратады ма? Ол жақсылық емес дейді. Оның бәрі жай бос әурешілік, ертең ақыретте олардың істеп жатқандарына ешқандай бір пайдасын көрмейді. Бәлкім ең бірінші шарт иманға келу керек екен. Ең үлкен жақсылық иман байлығы, бауырлар. Осы иманымыз бізді осы өмірде де, келесі өмірде де бақытқа жетелейтін иманымыз. Осы иманды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Алла Тағала өзінің жақсы көрген құлына береді деді. Аллаға шүкір, бізге Алла Субханаху ва Тағала иман байлығын берді. Біз иманды отбасыда дүниеге келдік. Аллаға шүкір, біздің ата-аналарымыз, ата-бабаларымыз олар мұсылмандар. Сондай мұсылман миллеттің ішінде біздер дүниеге келдік, Аллаға шүкір. Үлкен жақсылық не екен? Иманға келу керек екен. Ең үлкен жақсылық өзіңізге істеген жақсылығыңыз, отбасыңызға, бүткіл адамзатқа істеген жақсылығың сен иманға келгенің. Яғни Аллаға сенген адам, ол адамнан ешқашан жаманшылық шықпайды. Аллаға сенген адам. Қазақта сөз бар, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Құдайға сенген адам ол еш жаманшылыққа бармайды.